Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың қазақ тілі 73-ші сабақты өтетін боламыз. 28-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді оқы. Мүсін бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әртүрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылай ханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Бұл мәтін бейнелеу өнері кітабынан алынған екен. Енді бізге осы мәтінге байланысты сұрақтар қойып қойған. Өзің тұратын жерде қандай мүсіндер бар? Зерттеу жүргіз. Ол мүсіндер туралы деректер жина дейді. Мәтіннен негізгі және туынды зат есімдерді теріп жаз деген екен. Біз тұратын жерде Абай, Исатай мен Махамбет, Мәншүк Мәметова, Пушкин, Сырым Датұлы, Дина Нұрпейісова, тағы да басқа ескерткіштер бар, деп жазсақ болады. Мәтіннен негізгі және туынды зат есімдер теріп жаз дейді. Біз мүсін сөзін алдық, ол негізгі зат есім болады. Мүсінші туынды зат есім болады. Қала негізгі зат есім болады. Абай негізгі зат есім болады. Абылай хан негізгі зат есім. Әлия Молдағұлова негізгі зат есім. Мәншүк Мәметова негізгі зат есім. Және ескерткіш туынды зат есім. Шығарма туынды зат есім болады екен. 29-ші жаттығу. Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқы дейді. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол. Қарындасың Мерей деген екен. Қалай ойлайсың, хат дұрыс жазылған ба? Менің ойымша хат дұрыс жазылмаған, Себебі Мерей хатты өз атымен бастауы керек еді. Және де ол ағасының қал жағдайын білуі қажет еді, бірінші. Содан кейін барып, ол қала туралы, Астана қаласына қыдырғысы келетіндігі туралы жазса болатын еді. Нені өзгертіп, нені қосуға болады дейді. Хатқа бірінші Мерейдің амандасып, сонан соң ағасының хал жағдайын сұрағанын қосуға болатын еді. Хат жазғанда мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз дейді. Есіңде сақта, сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы. Өзің хат жазып отырған адамның хал жағдайын білу мақсатында сұрақтар қою дейді. Өзің туралы әңгімелеу, қоштасу сөздері және ең соңында хат жазып отырған адамның аты жөні жазылғаны дұрыс болады екен. Мысалы, хатты былай жазуға болады, Құрметті Жандос аға, сіздің халіңіз қалай? Жақсы ма? Менде бәрі жақсы. Оқуды ойдағыдай аяқтадым. Жазғы демалысым басталды. Мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Сіз мені Астананың әдемі жерлерін аралауға апара аласыз ба? Екеуміз қаланы бірге араласақ қызықты болар еді. Кездескенше сау болыңыз, қарындасыңыз Мерей, деп дәл осылай жазса болатын еді, Келесі бізде 30-ші жаттығу. Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды дейді. Суреттері әдемі ақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты. Енді қарайық. Суреттердің түрліше болуын себебін дәлелде дейді. Қайрат пен Гүлжан үстелде бір-біріне қарама-қарсы отыр. Олардың қасында суретін салуға тиіс пілдің мүсіні тұр, Енді ол піл екеуіне әртүрлі қырынан көрінеді. Қайратқа алдынан көрінсе, Гүлжанға жанынан көрініп тұр. Сондықтан Қайрат пен Гүлжанның суреттері әртүрлі болып шықты. Дәл осылай дәлелдесек болады екен. Сіздерге түсінікті болсын деп, осы жерге екі суретті, пілдің екі суретін шығарып қойдым. Қайрат пен Гүлжанның суреті осындай болып шыққан екен сонда. Қайрат алдынан салған, ал Гүлжан пілді жанынан салған екен. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде осы каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда сіздерге жаңа сабақтар бірінші болып көрініп тұратын болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболат қызы.